Қайырлы күн қымбатты тыңдарман. Арнама қош келдіңіз. Арнамда жаңа өте әсерлі әңгіме ұсынбақпын. Соңына дейін тыңдап, өз ойларыңызбен бөлісе отырыңыздар. Жетім қыздың көз жасы. Анасының мейірімді құшағында өскен Айым есімді кішкентай қыз бала тек 10 жасқа толғанда үлкен қайғыға душар болды. Анасы ауыр науқастан көз жұмып, әкесі ерте кетіп, ол жалғыз қалды. Ауылдастары оны аяп, әркім өз қолынан келгенше көмектесті, бірақ ешкімнің оны бауырына басуға батылы бармады. Кішкентай Айым ауыл сыртындағы кішкене құлаған үйде тұратын болды. Таң ата құстың шырлымен оянып, көрші үйлердің сиырын сауды, суын тасып, өз нәпақасын өзі табуға тырысты. Бірақ оның жүрегі әрдайым ауыр қайғыға толы еді. Бір күні кешкісін, күн батуға жақын, ол ескі теректің түбіне отырып, аспанға ұзақ қарап отырды. Оның көзіне мөлдір тамшы жас үзіліп, жерге түсті. Сол сәтте қария бейнесіндегі бір ақсақал пайда болды. «Қызым, неге жылап отырсың?» деді ол жұмсақ үнмен. «Менің ешкімім жоқ, ата. Мен анамды, әкемді сағынамын. Неге олар мені тастап кетті?» деді Айым көз жасын сүрте алмай. Ақсақал оған мейіріммен қарап: «Қызым, өмір қиындықтарға толы болса да, сенің жүрегіңде үміт оты өшпесін. Кімде-кім қайғыны жүрекпен қабылдап, мейірімділікпен, қайсарлықпен қарсы алса, оған өмір әрдайым сыйлық береді». Айым сол күннен бастап жыламауға уәде берді. Ол еңбекқорлығымен ауылдастарына көмектесіп, өз-өзін тәрбиелей бастады. Жылдар өткенде ол үлкен кісіге айналып, мейірімділігімен, адалдығымен барша ауылдың мақтанышы болды. Айымның жас шағында төгілген көз жастары оны әлсіз қылған жоқ, керісінше, оны қайратты етті. Ол жетімдіктің қиын жолынан өтіп, өзгелерге қамқор бола білді. Айым есейе келе ауылдың ең сыйлы адамдарының бірі болды. Оның қолынан шай ішпеген, мейірімін сезінбеген жан қалмады. Бірақ жүрегінің түбінде ол әрдайым бір нәрсені аңсайтын еді. Сол күндері оның үйіне ауыл ақсақалдары келіп: «Қызым, сенің мейірімділігіне бәріміз куәміз. Бірақ сен өз бақытыңды ойлауың керек. Жаныңда сенің жаныңды түсініп қолдайтын адам болғанын қалаймыз» деп ақыл айтты. Айым бұл сөздерден кейін ойланып қалды. Ол бір кездері өзінің жалғыз қалғанын, ешкімге сенбеймін деп шешкенін есіне алды. Бірақ қазір ол мүлдем басқа адам еді. Бір күні ауылға көрші елден көмек сұрап келген жолаушылар келді. Олар ауылдың ішінен су көзін табуға көмектесетін адам іздеді. Айым өз көмегін ұсынды. Жолаушылардың арасында Айдар есімді жас жігіт болды. Ол ақылды, сабырлы және өте еңбекқор жігіт еді. Айым мен Айдар бірлесіп жұмыстай жүріп, бір-біріне жақындай түсті. Айдардың адалдығы мен шыншылдығы Айымның жүрегіндегі жараны біртіндеп жазғандай болды. Айдар да оның табандылығына, қайсарлығына таңдана қарады. Күндердің бір күнде Айдар Айымға қарап: «Сенің өмір жолыңды естідім. Сенің мейірімділігіне сүйсіндім. Енді өміріңде жалғыз болмауың үшін мен сенің қасыңда болғым келеді. Менің өмірімнің жалғасы болуға келісесің бе?» деп ұсыныс жасады. Айым алғашында ойланып қалды. Ол өмір бойы тек өз күшіне сеніп келген. Бірақ Айдардың көзіндегі шынайылық пен жылулық оны сендірді. Ол күлімдеп: «Мен сенімен бірге жаңа өмір бастауға дайынмын» деді. Екеуі үйленіп, Айымның үйі күлкі мен жылулыққа толы шаңыраққа айналды. Олар бірге ауылға қызмет етіп, көп жетім балаларға көмек көрсетті. Айымның өткендегі көз жасы енді қуаныштың бастауы болды. Айым мен Айдар бірге өмір сүріп, тек өздерінің ғана емес, өзгелердің де өміріне жарық сыйлауды мақсат етті. Олар ауылдағы жетім қалған балалар үшін арнайы үй ашуды қолға алды. Ол жер бақыт ұясы деп аталды. Бұл үйге түрлі тағдырды басынан кешкен балалар жинала бастады. Балалар алғашында ұяң, үркек еді. Бірақ Айымның мейірімді сөзімен, Айдардың қамқорлығынан кейін олардың жүзінен қуаныш байқала бастады. Айым олардың әрқайсысын өзінің баласындай көріп, ерекше көңіл бөлді. Бір күні Айымға кішкентай Ерсұлтан есімді бала келіп: «Апа, менің де анам болғанын армандаймын. Сен менің анам боласың ба?» деп сұрады. Бұл сөздер Айымның жүрегін тебірентіп жіберді. Көздеріне жас толып, Ерсұлтанды құшақтап: «Мен сенің анаң боламын, балам. Сен жалғыз емессің, енді ешқашан жалғыз қалмайсың» деді.
Айым мен Айдар жетім балалардың өміріне жылулық сыйлауға бар күшін салды. Олардың үйі тек пана ғана емес, үлкен отбасыға айналды. Ауылдың жастары да бұл іс-шараға қолдау білдіріп, жетім балаларға түрлі өнер, білім үйретуді бастады. Күндердің күнінде Айым мен Айдардың үйіне алыстағы қаладан бір адам келді. Ол ер адам өзін Жомарт деп таныстырды. Жомарт Айымның нағашы туысы екен. Ол ұзақ уақыт бойы Айымды іздегенін айтты. Айым, сенің атанаң өмірден өткенде мен шетелде едім. Кейін сені іздеп таба алмадым. Бірақ сенің қандай керемет адамға айналғаныңды естіп қуанып отырмын. Сен менің жалғыз тұяғымсың, енді менің де отбасым болғысы келеді, деді Жомарт. Бұл кездесу Айымның жүрегіне тағы бір қуаныш сыйлады. Ол тек жетім қалған балалардың ғана емес, өз туысының да жүрегіндегі жалғыздықты жойды. Айым мен Айдардың өмірі бақытқа толы болғанымен, олар әрдайым тағдырдың сынақтарына дайын болды. Бір күні Айым ауыл шетінде ойнап жүрген балаларды іздеп шыққанда, алыстан қатты дауылдың келе жатқанын байқады. Ауылдастар дереу бір-біріне хабар беріп, барлығын қауіпсіз орынға жинай бастады. Айым мен Айдар өздерінің бақыт ұясы атты жетім балалар үйіндегі барлық баланы қорғайтын орынға көшірді. Бірақ дауылдың күші артқан сайын, алыстан бір баланың жылаған даусы естілді. Айым Айдарға қарап: мен баруым керек. Бір бала қалып қойған секілді. Айдар оның қолынан ұстап: екеуміз бірге барамыз. Біз бір-бірімізді қиындықта жалғыз қалдырмаймыз. Екеуі дауылға қарсы жүріп, жылаған баланы іздеді. Ақыры ауылдың сыртындағы ескі үйдің жанында кішкентай қызды тапты. Оның аты Махаббат екен. Ол дауылдан қатты қорқып, жасырынып қалған. Айым оны бауырына басып, дауылдан қорғап, балалармен бірге қауіпсіз жерге жеткізді. Дауылдан кейін ауылда үлкен бірлік орнады. Барлығы бір-біріне қолдау көрсетіп, өздеріндегі барын бөлісті. Айым мен Айдардың батылдығы ауылға үлгі болды. Махаббат есімді кішкентай қыз болса, бақыт ұясының ең сүйікті мүшесіне айналды. Махаббат уақыт өте келе Айымның өзіне ұқсайтын қайсар қыз болып өсті. Ол үлкендердің әрбір айтқан сөз. Махаббат уақыт өте келе Айымның өзіне ұқсайтын қайсар қыз болып өсті. Ол үлкендердің әрбір айтқан сөзін зерделеп, баршаға қамқор болуды үйренді. Бақыт ұясындағы балалардың барлығы оны әпкедей жақсы көрді. Айым бір күні Махаббатты қасына шақырып: қызым, сен ерекше жансың. Мен сенің жүрегіңдегі жылулықты көремін. Болашақта сен бұл әлемге үлкен жақсылық жасайтын адам боласың, деді. Махаббат бұл сөздерді жүрегіне сақтап қалды. Ол оқу жазуды үйренген соң, кітаптарға қызығып, білімге құмар бола бастады. Айым мен Айдар оны әрі қарай оқуға жіберуді шешті. Махаббат ауылынан қалаға кетіп, білімін жалғастырды. Ол бақыт ұясының жетімдіктен құтқарғанын ешқашан ұмытпады және болашақта бұл игі істі жалғастыруды мақсат етті. Уақыт өте, Махаббат дәрігер болып, ауылына оралды. Ол тек адамдарды емдеп қана қоймай, ауылда үлкен медициналық орталық ашты. Бұл орталықта ауру адамдар ғана емес, өмірден үміт үзген жетім балалар да көмек алды. Махаббат Айым мен Айдардың өмірін үлгі тұтып, өз өмірін өзгелерге арнауды жалғастырды. Махаббат дәрігерлік қызметін атқара жүріп, Айым мен Айдардың өмірлік қағидаларын жүрегіне бекем ұстанды. Ол тек ауруларды емдеп қана қоймай, жүрегі жаралы жандарға үміт пен жылулық сыйлай білді. Ауылдағы медициналық орталық тек денсаулық сақтау орны емес, мейірімділік пен қайырымдылықтың орталығына айналды. Бір күні Махаббат шалғайдағы бір ауылға баруға шақырылды. Ол жерде ауыр жағдайға түскен балалар мен қарттар көп екені айтылды. Махаббат ойланбастан жолға шықты. Ол барған ауыл қураған үйлерден және ауыр тұрмыстан зардап шегіп жатты. Балалар шетте ойнап жүрсе де, көздерінде қуаныштың ұшқыны жоқ еді. Махаббат оларды көріп, өз балалық шағын есіне түсірді. Ол ауыл халқымен сөйлесіп, дереу іс-шара ұйымдастыруды бастады. Бірнеше күннің ішінде дәрі-дәрмек жеткізіліп, ауылға су мен азық-түлік әкелінді. Алайда бұл Махаббаттың ең үлкен арманы емес еді. Мен бұл жерге жаңа өмір сыйлағым келеді, деді ол ауылдың ақсақалдарына. Балалар білім алып, үлкен армандарға ұмтылуы керек. Қарттар тыныштықта өмір сүруі тиіс. Махаббат ауылға мектеп пен шағын мәдениет орталығын салу туралы жоба ұсынды. Оны іске асыру үшін барлық күшін салды. Қаланы аралап, демеушілер іздеп, адамдарды бір мақсатқа жұмылдыра білді.
1 жыл ішінде ауылдың көркі өзгерді. Балалар мектепке барып, жаңа өмірдің дәмін сезінді. Бұл жаңалық Айым мен Айдарға жеткенде, олар Махаббатты ауылға шақырып, үлкен жиын ұйымдастырды. Айым оған қарап: «Қызым, сен біздің арманымызды жалғастырып, өзгелерге өмір сыйладың. Мен сенімен мақтанамын», деді көз жасын сүртіп. Махаббат: «Апа, сіздің мейіріміңіз маған қанат берді. Егер сіз мені сол дауылдан құтқармағаныңызда, бұл күнге жетпес едім», деп жауап берді. Махаббаттың жасаған істері бүкіл елге тарап, оның есімі тек өз ауылында ғана емес, басқа аймақтарда да танылды. Ол ауылға келген сайын, оның артынан жүгіріп келіп, балалар мен қарттар қолын алып, алғыс айтатын. Бірде Махаббаттың есіне бала кезіндегі жылаған сәттері түсіп, оның жүрегі тағы да толқып кетті. Осыны ойланып жүріп, ол өзіне жаңа мақсат қойды: жетім балаларға арналған бүкіл елде үлкен мектеп ашу. Махаббат алғашқы қадамын жасау үшін ескі армандарын қайта жаңғыртып, алдымен өз ауылынан бастауға шешім қабылдады. Ол ауыл ақсақалдары мен жомарт адамдардан көмек сұрады. Әрине, оған алғашқыда қиын болды. Бірақ оның жүрегіндегі жалын мен сенім барлық кедергілерді жеңді. 1 жылдан кейін ауылда жаңа мектеп бой көтерді. Бұл мектеп ерекше болды. Оның қабырғаларында мейірім мен қамқорлықтың белгісі ретінде балалардың суреттері ілінді. Ал сыныптарда тек білім ғана емес, балалықтың нағыз қуанышы мен арманы ұштасқан болатын. Махаббат мектептің ашылу салтанатында сөйлеп тұрып: «Бұл мектеп тек білім ордасы ғана емес, әр баланың жүрегінде жаңа өмірге деген үміт отын жағатын орын болсын. Мен балалардың тек сауатты ғана емес, мейірімді әрі қайырымды болуына көмектескім келеді», деді. Ол мектеп ашылғаннан кейін, жыл сайын қайырымдылық іс-шаралары мен мәдени бағдарламалар ұйымдастырып, көп баланың өмірін өзгертті. Айым мен Айдар әрдайым Махаббаттың қасында болып, оны қолдап отырды. Айым оның алғашқы қадамдарын жасағандағы көз жастарын есіне алып, қуаныш пен мақтаныш сезімімен жүрді. Bir күні, ұзақ жылдар өткен соң, Махаббат Айым мен Айдарға қарап: «Апа, ата, менің бар арманым орындалды. Сіздер маған ең үлкен қазынаны сыйладыңыздар, мейірім мен сенім. Ал мен осы мейірімді болашақ ұрпаққа қалдыруға тырысамын», деп көз жасын сүртті. Айым Махаббаттың өзінен үйренгенін көріп күлімсіреп: «Сен менің үмітімді ақтадың, қызым. Сенің жүрегіңдегі мейірім мен шыншылдық барша әлемге жетеді. Менің көз жасыма себеп болған қайғы емес, сенің жетістігің мен бақыттың белгісі болды», деп жауап берді. Махаббаттың көз жасы қайғыдан емес, мейірімділіктен, үміттен және өзгелерге жасаған жақсылығынан туындаған қуаныштың белгісі болды. Айымның бала кезіндегі қайғысы мен көз жасы енді тек күш пен жетістікке айналды, ал Махаббат сол дәстүрді жалғастырып, әлемді өзгертуге үлес қосты.